Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі біз айтатын тақырып өзіміз жайлы. Өзім дегенде өгіздей күші бар, келде қалам ұшында көк найзаның сұсы бар журналистер жайлы айтпақпыз. Бағыт біреу, бағдар айқын. Тілшілік тіршіліктегі қорқытулар мен үркітулер, бұғаттау мен бопсалау, өлім мен өлместің күйін кешкен өмір жайлы сөз етпекпіз. Шындық жазуға тырысқандарды шырылдатқан кім? Олардың мүлкіне қол сұққан кімдер? Отбасына тиісіп, талан таражға салған кім? Біз бүгін бәрін айтамыз, сіз көріңіз. Осы аптада журналистерге 30-дан астам қастандық ұйымдастырған қаскөй ұсталды. Ол шетелдік азамат Токарев есімді білікті хакер болып шықты. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі және Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомствоаралық жедел тергеу тобы хабарлады. Оның уақытша тұрып жатқан жерінен шабуылдарды басқару, анонимді телеграм аккаунттарда тапсырыстар беру, орындаушыларды табу және олардың акцияларына ақы төлеу жүргізілген техника табылып тәркіленді. Сонымен қатар оның 4 бірдей сыбайласы анықталды. Олардың барлығы да шетел азаматтары екені белгілі болды. Полиция өкілдері соңғы кезде елдің есін екеу, түсін төртеу еткен Токаревтің Вадим Барейкоға, Гүлнар Башкеноваға, Гүлжан Ерғалиеваға, Самал Ибраеваға қарсы қылмыстардың бәріне қатысы бар деген қорытындыға келген. Аталғандарға қандай қастандық болды деген ағайынға анығын айтайық. Осыған дейін оппозициялық Елмедиа редакциясының әйнек есігі 2 рет шағылды. Қаңтар оқиғасы туралы жиі жазып жүрген журналист Динара Егеубаеваның көлігі өртеніп, Улсмедиа сайты бұзылды. Порталдың бас редакторы Самал Ибраева мен оның отбасының жеке құжаттары интернетте тарады. Журналист Вадим Барейконың үйінің есігіне белгісіз біреулер желім жағып кетті. Медиа өкілдері тілшілерге қысым күшейгенін жазып, биліктен бейтарап тергеуді талап еткен еді. Ақпарат айдының алдаспандарына шетелдік азаматтың шабуыл жасауы, қоқандоқы көрсетуі көкейге күмән келтіретіні белгілі. Себебі өзгенің адамы болса, бақ құралдарымен билікті бір-біріне айдап салып, бұқараны алаңдатуды ойламас беді. Демек, Токаревтің артында тіректің бары анық. Бұлай деуімізге президенттің қоғамдық қауіпсіздік пен мемлекеттің беделіне нұқсан келтіру үшін жасаған бұл заңсыз әрекеттердің орындаушыларын ғана емес, тапсырыс берушілерін де анықтауы тиіс деген сөзі дәлел. Қош, бар кінәні бөтенге артудан басымызға келер қауіптің сейілмейтіні анық. Бірақ аталған шабуылдардың барлығы билікке бағынбайтын, ақшаға да сатып алынбайтын, шенеуніктердің шатып бұтқан тірлігін түгесетін, биліктің былығымен күресетін бақ өкілдеріне бағытталған. Ал айтқанға үретін, айтақтағанға жүретін мемлекеттің меншігіндегі арналар мен басылымдардың басына туған қауіпті біз көрмедік. Өйткені олар мемлекеттік тапсырыспен жұмыс жасап, әкімнің әрекеті мен саясаттың сойын соғатындары жасырын емес. Оған дәлел қаралы қаңтарда отандық бақтың бар айыпты бұқараға таққан бір бетке ақпарат таратуы. Ал қаңтардың жайын айтқандардың кешкен күйі анау. Қулығына құрық бойламайтындар қорқытқанды қойып, журналистерді заңмен басқаруға тырысатын секілді. Қыркүйекте қаңқасы құрылған масс-медиа туралы жаңа заң жобасының ақпанда қызу талқыға түскені бәрімізге белгілі. Бірқатар журналистер бұл заңды журналистердің мойнына түскен қыларқан деп бағалады. Себеп мынада. Журналист мәртебесі баспасөз картасымен расталады. Бұл картаны министрлік жанындағы комиссия береді. Карта алу үшін журналистің кемі 3 жыл еңбек тәжірибесі, журналистика немесе соған ұқсас салада жоғары білімі болуы шарт. Дипломы жоқ адамдар салада кем дегенде 5 жыл жұмыс істеуі керек.
кәсіби этика нормаларын бұзған журналистер картасынан айырылады. Заң жобасында журналистер ерекше жағдайларда редакция тапсырмасын орындау үшін өкілетті тұлғадан ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер, қорғаныс және төтенше жағдайлар министрлігі өкілдерінен рұқсат алуы тиіс. Журналистерге күш құрылымдарын сынап, қоғамдық тәртіп пен елдің қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіретін ақпарат таратуға тыйым салынады. Жобада журналист аккредитация ережесін бұзса, мемлекеттік органдардың беделіне нұқсан келтіретін жалған ақпарат таратса, аккредитациясынан айырылуы мүмкін деп көрсетілген. Тауда бұғым өңіресе, ойдағы өгіздің мүйізі сырқырайды демекші, бұл шешім бізге де оңай соқпады. Ал шенділер шатып бұтып шығарған заң жобасын шетелдік тәжірибеге қарап дайындадық деп дәйек келтіріп, әлгі заңды шығарғандарға біз айтайық ағайын. Шетел жемқорлық деген дерттен әлде қашан арылған. Ондағы билік қол астындағы халықты қанап, жеген ақшасын санап, қайыс креслода шалқайып жатқан жоқ. Азық-түліктің бағасы аспандап, кредитке кіріптарлық жойылған. Берілген тапсырманы орындауға басы жетпегендер билік басынан кеткен. Әділетті қоғам мен ғылымға ұмтылған мемлекет қалыптасқан. Сондықтан журналистердің аузын жабуды ойлағанша, қарапайым қарашаның кәдесіне жарайтын заң жобасын шығаруды ойлау керек. Ардақты ағайын, біздің міндет бұқараға шынайы ақпарат тарату, жұрттың жыртығына жамау, талған өзегіне талғажау болуға тырысу. Елді есек дәмемен емексітіп қойғандарды, өзім дегенде өңешіне өгіз құлап кетердей өңмен дегендерді сөзбен сынау, сыбау, тәубесіне келтіру. Ақиқат іздеп алқынған, шындық іздеп шарқ ұрған журналистер ұлт үшін емес, ұлт үшін қызмет етуі тиіс. Өйткені билік деген бірінен соң бірі отыратын күл басындағы көк есекке айналып кеткен. Хош, не болса да тіршіліктегі әріптестердің өмірі қасіретсіз, тағдыры тауқыметсіз болса дейміз. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.